Күздің алғашқы айының алғашқы күні, білім күні, жарқын, көңілді мерекенің бірі. Дәл осы күні еліміздегі мыңдаған бүлдіршін тұңғыш рет мектеп табалдырығын аттайды. Өзге оқу орындарымен бірге Семей қаласындағы физика-математикалық бағыттағы Назарбаев зияткерлік мектебі де оқушылар үшін осымен 8-ші рет өз есігін айқара ашады. Бұл жолы алғашқы қоңырау білім мен конституция күндері және Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған «Мен отанымның бір бөлшегімін» атты форум аясында өткізілді. Аталмыш форум тәуелсіздік мәңгілік ел ертеңі, білім мен ынтымақтастық арқылы көшбасшылықты қалыптастыру, мен өз елінің патриотымын деп аталатын 3 кезеңге бөлініп, оқушылардың патриоттық рухын көтеруге бағытталған түрлі шаралар ұйымдастыру арқылы өткізілді. Бұл шаралардың барысында жазғы демалыс кезінде Америка Құрама Штаттары, Малайзия елдерінде элективті курстардан өткен оқушылар, жазғы тәжірибеден өткендер мен жетекшілік тобының мүшелері есеп беріп, алған тәжірибелерімен бөлісті. Мысалға, мен осы жазда 2 апта ауылда жобасын Зайсан көлінің жағасындағы Тұғыл ауылында өткіздім. Онда әжем маған жұмыртқан жаңа ғана жарып шыққан 10 шақты қаз балапандарын сенім тапсырды. Оларға мен күн сайын жем шашып, күн сайын шөп жұлып беріп, көлге апарып жүретім. Ең бастысы, мен қалада тұрғандықтан ауыл өмірімен таныстым. Ауылда адамдардың қалай еңбек етіп, қалай тіршілік ететінін түсіндім деп айтсам да болады. Және ең басты түсінгенім ол қалай еңбекқорлықтың, біреудің еңбегін, өзімнің еңбегімді бағалауды түсіндім. Мен осы жылғы практикамды омартада өткіздім. Сонда мен өзімнің әкемнің бір таныстарының омартасына барып, онда күнде жұмыс істеп, араларды қарап, олардың балын жинап, олардың ұяларын тексеріп, тамақтарын беріп, оларға қарадым. Осы жоба арқылы мен басқа әр жұмысты құрметтеуді үйрендім деуге болады. Менің мысалға басында жобаны өтудің алдында мен омартаны нағыз жұмыс істеп, мысалға менсінбегенмін. Бірақ қазір осы жобаны өту арқылы мен омартаның өте қиын, алайда өте қызықты жұмыс екенін ұқтым. Білім күнінде өткізіліп отырған бұл форумның басты мақсаты оқушылар мен ұстаздар арасында отан сүйгіштік пен мәңгілік ел жалпыұлттық идеясына сәйкес құндылықтарды насихаттай отырып, өз елінің нағыз патриоты бола алатын адамгершілігі мол азаматтар тәрбиелеу. Бұның маңыздылығы жалпы мәңгілік ел идеясын оқушылардың бойына сіңіру және де оқушылар жазғы әлеуметтік жобалардың қорытындысын қорытындылау, өздерінің бойларына алған күш-қуаттарын, сезінген сезімдерін басқа балалармен бөлісу, және де шетелге барып келген оқушыларымыз тәжірибесімен бөлісіп жатыр. Не көрді, қандай ел көрді, қандай тәжірибе көрді. Сол жөнінде жалпы оқушылардың мектепке бағыт беріп отыр. Осы жыл бойында біз не істеуіміз керек? Мектеп биылғы оқу жылында бұрыннан жүзеге асып келе жатқан түрлі жобалармен қатар жаңа жобаларды да енгізетін болады. Айталық, осы оқу жылынан бастап Вики 100 тарихи сурет, 100 күй, қайырымды іске 25 қадам сияқты жобалар жүзеге аспақ. Биыл мектебімізде салтанатты түрде өтетін әлеуметтік жобалар жалғасын табуда. Сонымен қатар жаңа жобалар жүзеге асыруда. Оның бірі 100 күй деген жоба. Тәй-тәй басып өзінің жолын бастады. Жалпы жыл бойы мектепте шаңырақтарда 5 күй тыңдалып, оның тарихы зерттеледі және де балалар ойнауға тырысады. Ұжым қосылып, ата-аналар қосылып, бәріміз бір ұжым болып, сол күйлерді орындауға, бұның тарихын білуге, бұның әуенін естеуге осындай бір жақсы жоба жолын бастап жатыр. Және де Вики қорын толтыруда балалар көп үлесін қосып жатыр. Сол бағытта бізде жаңа жоба басталайын деп жатыр. 100 тарихи фото. Ол оқушылар семейімізді танып, Семейдің тарихи жерлерін фотоға түсіріп, сол бейне фотоларын эссе түрінде жазып, Вики қорын толтыруда. Осындай жақсы жобалар бастау алып жатыр. Жалпы биылғы оқу жылында мектепке 4 қазақ және 2 орыс сыныбына 120 оқушы қабылданды. Ал шаңырақ сағаттарында 7 сыныпқа қабылдау салтанаты өткізілді. Форум Алға Қазақстан атты патриоттық флешмобпен аяқталды.